Кәлима тайиба 34. Маис радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қайсы амал артық деген сұрау ұзатылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тағаланың жалғыздығына иман келтіру, андан соң Алла жолында күрешу, андан кейін қабыл болған ажылық. Бұл амалдар менен башқа амалдардың айырмашылығы шығыш менен батыштың аралығындай, деді. Маис радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қайсы амал артық деген сұрау ұзатылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тағаланың жалғыздығына иман келтіру, андан соң Алла жолында күрешу, андан кейін қабыл болған ажылық. Бұл амалдар менен башқа амалдардың айырмашылығы шығыш менен батыштың аралығындай, деді. Маис радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қайсы амал артық деген сұрау ұзатылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Тағаланың жалғыздығына иман келтіру, андан соң Алла жолында күрешу, андан кейін қабыл болған ажылық. Бұл амалдар менен башқа амалдардың айырмашылығы шығыш менен батыштың аралығындай, деді. Ахмадтың Муснады.